Енді осы 2 мартта аварияға түскеннен кейін менің денсаулығым қатты нашарлады. Больницаның ем-домын қанша алсам да менің денсаулығым әсер етпеді. Кейіннен ештеңке істей алмағаннан кейін операцияға келсіңіз деп бүкіл анализдарымның бәрін 10 күннің ішінде тапсырып, тура 10 сентябрь күні операция жасайтын деген кезде мен операциядан отказ жасадым. Себебі? Өйткені осы мына больницадан алған емім жартылай көмектессе де жартылай көмек бере алмады. Осы міне бальзамды ішкеннен кейін барып, мен қазір өте жақсы тәуірмін, өте қатты қиналдым. Денсаулығым дұрыс болмады. Мен даже екі қолымды қозғалта алмай, әсіресе мына оң жақ қолым жұмыс істемей қалды. Осы салбыраған күйі үстіп қалды. Жатам осылайынан шалқасынан түсіп, не былай қозғала алмаймын, не былай қозғала алмаймын, дәретке де дұрыс бара алмаймын, киімді кие алмаймын, басым, шашым, қолым, мына қолым басыма жетпейді. Сол әбден қиналып, міне кейіннен осы бальзамды алып ішіп, қазір міне Аллаға тәуба шүкір, Аллаға разымын. Бірінші Алла, екінші осы бальзам. Міне осы бальзамның арқасында қазір адам болып отырған жайым бар. Енді мына қолым қазір менің бұлай көтеріледі. Міне қараңыздар, өте керемет. Міне бұрын мен бұлай тұрмақты күрім, мен мына жерін бүйтіп, мына мойнымды бүйтіп қатты ауырғанда қолымды бұлай жеткізе алмайтынмын. Қазір енді міне шүкір, Аллаға тәуба, осы бальзамның арқасында адам болдым десем өтірік емес. Сіздерге де көп рахмет. Осы бальзамды шығарып жатқан адамдардың барлығына Алла разы болсын барлығыңызға. Сөйтіп міне енді денсаулығымды жөндеп жатырмын, арғатыр ішіп жатырмын. Себебі бұл 12 мүшеге бірдей қатты әсер етеді. Клеточное питание болғанда енді мысалы қазір біз әртүрлі дәріні ішіп пайдаланғанменен бұл екі бальзам біздің бүкіл 12 мүшеміздегі ағзамызға қатты әсер етеді. Сондықтан сіздерге де айтарым, осындай бір қиналып жүрген нелеріңіз, диагноздарыңызбен қиналып жүрген болсаңыздар, осыны алып іші деп сіздерге айта аламын. Өйткені мен өзім жақсы результат алғаннан кейін сіздер де осыны алып ішіп емделіңіздер деп айтқым келеді.